Армысыздар көрермендер, назарларыңызда халық кәсібі бағдарламасы, өздеріңізден мен Айнар Мейрамбайқызы. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың басты қонағы Кезби мекемесінің негізін қалаушысы Бітім Кезбаев. Сәлеметсіз бе аға? Сізге қояр алғашқы сұрағым, осы Кезби мекемесінің 1992 жылы негізін қалаған екенсіз, қалай басталды осы тарихына сыр шертсек қысқа нұсқа? Енді тарих кеңес үкіметі 90 жылдары ыдырай бастады. Сол уақыттарда біздің енді сол уақытта 16 республика деп аталды кеңес. Соны ыдырағанда Қазақстанның өз алдына шығатын болып, теңдік алатындай мүмкіншіліктер болды. Соған байланысты біздер енді орталықтан бұрынғы уақытта барлық жаңағы орысша, қазақша енді кеңес үкіметінің құрамына кірген мемлекеттер, үкімет, мысалы Өзбекстан, Тәжікстан, Россия, бәрі де сол, Украина, бәрі де сол оның қарауында болды. Бірақ енді орталықтан қаражат орталықтан бөлінді. Сол уақытта біздің жұмыс жасап жүрген уақытымыз Министерство геология дейтін бағындық союздағы кеңес үкіметіндегі. Одан біздің өзіміздің Қазақстанның министерствосы болды, республикалық геология барлау осындай қызметтерін. Мен сол 63 жылдан бастап мектеп бітіргеннен кейін бізге бұрғышының көмекшісі деген бізді оқытты. Мен 11 класс бітірдім. Ең бірінші 11 класты бітірдік осы Форт Шевченко сол уақыттағы қаласында 11 жылдықты бітірдім. Сол жазда 18 июльде мен барып жұмысқа орналастым. Енді ол Маңғыстауда үлкен мұнай алаңы ашылды Жетібайдан. Соған байланысты бүткіл енді сол уақыттағы кеңес үкіметінің жан-жақтан мамандар келе бастады. Енді бізде Маңғыстауда ондай маман болған жоқ. Татарстан бар, мұяқтан өзіміздің ембі, Доссор жақтан өзіміздің Қазақстанның мамандары келді. Осым үлкен көлемде жұмыс басталды. Біз де сол баламыз, енді бала болсақ та, сол мен енді 17-ге толар-толмаста сол жаңағыдай бұрғышының көмекшісі деген жұмысқа мені алды. Қазіргідей 18-ге толған жоқсың, кәмелетке толған жоқсың деп ешкім айтқан жоқ. Неге десең, жұмыс күші керек болды. Оның үстіне біз жергілікті жердің азаматы дегенде әлі паспортты алған жоқпыз ол уақытта. Бірақ енді содан бастап еңбек жолымды бастап кеттім. 2 жылдай сол бөрелшікке дейін көтерілдім, 2 жыл жұмыс жасадым. Қанша адамды жұмыспен қамтып отырсыз аға қазіргі уақытта? Қазіргі өзінде сол 1100-дей болады енді. Ал бұрын қанша адаммен жұмысты бастадыңыз? 10 адаммен бастадым бірінші. Содан дами келіп? Содан өсіп келе жатырмыз, шүкір. Өзендегі Кезби мекемесіне де қарайсыз ғой жалпы? Басшылық етесіз ба? Енді сол Кезби мекемесі қазір өзенде түгел. Мына жерде отқан, мен отырам, бұқалдырым отырам. Мен денсаулығыма байланысты осы 4-5 жыл болады ауырып қалғаныма. Сол денсаулығыма байланысты мен ешқайда шыға алмаймын көп. Қазір менің балдарым, жаңағы нелерім жұмыс жасайтын солар. Менікі жаңағы өзімнің енді шамам білгенше үкіметтік дәрежедегі жаңағы біздің келесі жылымыз бар, арасында шешетін кейбір нелеріміз бар, тендер деген мәселе тағы бар, солардың енді шамам келгенше солармен жұмыстанам. Сосын жаңа экономикасын қарап отырам. Басқа да жаңағы снабжение дейді, не дейді.
енді жан жақтан жаңа техника алуымыз керек. Жыл сайын әйтеуір шама келсе тоқтатпай жұмыс жасауымыз керек. Бізге тапсырыс беріп жатыр. Соның бәрімен енді жыл сайын жаңа технологиямен жабдықталып отырасыздар ма, өзгеріп отырасыздар ма, әлде қалай? енді жаңа технология, жаңа не дейтін, мына қазіргі уақытта енді біздің жасап жатқан бұрынғы ескі Россиядан келген техникалар ғой көп. Енді олардың сапасы да кішкене төмендеу. Бірақ енді басқа шетелдің техникалары өте қымбат. Сосын бірақ енді бүгінгі нарықтық заман ғой. Россияның техникалары қазір шүкір жаман емес. Ал бұны яғына Қытайдан онда техникалардың сапасы онша емес. Сондықтан енді өзіміздің паркымыз сол көбі Россияның техникасы болғасын. Енді қазір екі мемлекет арасында жаңағыдай таможняларымыз бар, келіскен. Бізге жеңіл, өлі барып алып келіп жатырмыз, өздері жіберіп жатыр, қатынаста бәрі де. Басында мекемені ашқанда біраз жерде де қызмет еттім деп. Қандай қиыншылықтар болды сол кезде? Не жетіспеді? Қандай технологиялар жетіспеді? Қиыншылықтың ең үлкені бізге енді мұна үкімет сірә көмектесе алмады қаражат жөнінен. Үкімет өз деңгейінде қаражат жеке кәсіпкерлерге бере алмады. Ал мұна қазіргі коммерческий банктер дейтін, олар енді үлкен процентпен кредит береді. Ол енді ол кредиттерден құтылу дейтін өте қиын. Мен мысалы шын айтсам, осы уақытқа дейін сол кредиттен құтыла алмай жүрмін әлі. Неге десең, міне бүгінгі қарауымдағы адамға, мыңның үстінде адамға мен кей уақытта амалсыздан кредит алып, айлық беріп отырмын. Оны түсінемін, мысалы, мен тапсырыс берген мекемелерде уақытында айлығын жеткізіп бере алмайды. 10-на дейін берудің орнына 15-20-сына дейін созады. Ал ол енді сол тек қана айлыққа қарап отқан семьялар, олар 10 күні айлығын түскенін жақсы көреді. Сондықтан кейбіреулер енді ойлайтын шығар. Бірақ мен өзімнің қарауымдағы адамдарға банкінің қандай процентпен берсе де амалсыздан соларға ай уақытында айлық жалақысын азғантай болса да, енді бізді ана кейде салыстырып айтады, біздікі неге айлығымыз аз, жасайтын жұмысымыз бірде ғой деп. Енді мен айналайын айтам, маған беретін тапсырысы осы. Ана үкімет өзінің деңгейінде, өзінің жаңағы өздерінің де біз сияқты нелері бар ғой енді мекемелері. Солардың бюджетке салады оларды. Олар сол келесі жылы қандай табыс алу керек, қандай үкіметтің көмек алу керек, бәрі бюджетіне салады дегенсен, ол уже өзінің қарауындағы адамдарға бәрін есебімен беріп отыр. Ал бізге де өздерінің әлі келетін тапсырысын береді. Бізге азғантай, мысалы, 1000 адамға мынандай тапсырыс берсек, бірақ біз оның айлығын көтеруге мүмкіншілігіміз кейде болады, кейде болмайды. Бізде енді жыл сайын өзіміздің жағдайымызды түзеуіміз керек қой енді. 1000 адамға, мысалы, қанша оған мен жаңағы барғанда бүткіл 1000 адам не үшін жасайды? Біріне бірі жаңағы жұмыс жасап отқан кез келген мамандық бірін бірі қолдап отырады. Бір мамандықтың техника жетіспейтін болса тоқтап қалады. Соның бәріне сол ұйымдастыру керек, соның бәрін жасау керек. Сол қиыншылық бізге сол уақыттағы ең қиыншылықтар ақша табу. Бұрынғы кездегі Қазақстанның нарығы мен қазіргі Қазақстанның нарығы қандай деңгейде деп ойлайсыз? Енді нарық деген сөз менің түсінігімше, мысалы, бұрынғы
70 жыл біз мына кеңес үкіметінің қарауында болдық. 70 жыл деген сөз, 70 жыл біз жабық мемлекет болдық. Ол уақытта мына капиталистік елдер мен коммунистік елдің екеуінің арасында айырмашылық. Енді бұл әуелі жаңағы холодная война дейді, суық қару-жарақ шығару, бірін-бірі басып алудың қауіпсіздігін жасау, сосын космосқа ұшу. Сол уақытта біз мына кейбір технологиямыздан кеш қалдық. Мысалы, менің жасап жүрген жұмысым 70 жылға кейін қалдық. Бурениеміз бар, мысалы. Қазір сол технология келді, бұрғылаулар жасап жатыр. 10-15 күнде бітіреді, бұрынғы бір ай жасап жүрген. Ана технологиялар келді бізге. Ал нарық деген сөз, соның бағасы мен жасалған сапасы екеуі біріне бір сәйкес келгенде нарықтық өзінің несін көрсетеді. Ал бізде сапасы келмей жүрді. Мысалы, сол уақытта Россияның технологиясының сапасы өте нашар болды біздің мұнай саласындағы жұмыста. Соның бәрі енді қазір енді граница ашылды, халық өзінің таңдағанын алады, ақшасы болса. Мысалы, мен ақшам болса, Америкадан да сатып алуыма қазір мүмкіншілік бар. Енді заман өзгерді, нарықтан қалмау керек. Олар ұшса, біз де ұшуымыз керек. Байқоңырымыз бар, шүкір. Алғашқы табысыңыз жасырын болмаса қанша теңге болды? Ең алғашқы табысыңыз? Енді ол уақытта алғашқы табысым, мен әуелі бірінші институт бітіргеннен кейін Алматыда ғылыми институтта жұмысқа кірдім. Ондағы бірінші табысым 80 сом. Мың деп отырмын ба? Бәсе? 80 сом. Мен 40 сом стипендиямен жүрген адам, онда табыс көрдім ғой. Бір ай екі баламен квартира жалдап тұрғанда ол дымда болмай қалды. Одан кейін 140-қа көтерді. Ол да кішкене енді әйтеуір квартплатыңды бірдеңені төлеуге жететін болды да. Сол ең бірінші 63 жыл алған айлығым енді ол 70 сом айналасында болды, помбыр болып жүргенде. Енді ол уақытта ақшаның құны жақсы ғой. Қазір неше түрлі жаңағы кәсіп түрі дамып кетті. Дегенмен де жастар қандай кәсіпті дамыту керек деп ойлайсыз өзіңіз? Енді мен сол 92 жылдан бастап кәсіпкерлікпен айналысқаннан бастап сол кәсіпкерліктің мүшесі болдым. Бірінші Алматыда кәсіпкерлердің форумы ашылды. Соған бардым. Осы Ақтаудан. Оған сол уақытта президент қатысты, елбасы кәдімгі. Сонда өзіміздің кәсіпкерлер одағын аштық республика бойынша. Имашев деген жас жігіт, ол уақытта соны сайладық. Содан бері қарата мен кәсіпкерліктен қай бір несі болсын, облыстық региональный совет деп аталады, жаңағы соның да мүшесі болып жүрдім. Ол белсенді қатысып жүру керек. Жаңағы кәсіпкерлердің проблемасын қарауымыз керек. Соған тікелей араласып жүрдім. Енді қазір кәсіптің негізінде адамның өзінің мамандығына байланысты болғаны жақсы. Енді бірақ басқа да мамандықтарды алып кететін адамның өзінің табиғи таланттары болады ғой. Мысалы, енді кеше осы соңғы 2 жылдан бастап жаңа өзенге көңіл бөліп, келіп оқытып, соның бәріне біз енді сол араласып, енді ішіне өзіміз барып жүрмегенмен, сол не істеп, не ойып отқанын бәрін көріп отырмыз. Сауатын ашу керек. Кей уақыттарда, мысалы,
әртүрлі даулар болып жатады. Енді мен айтамын ғой, мен әуелі кәсіпкерді дайындамаймыз ба? Ақша бер, қолына мал бер. Ол әлі қағазын бірдеңесін нетпейді. Содан бір күні оны тексереді. Мынауың дұрыс емес. Банкідегі шотын жауып тастайды. Мынауыңды төлемепсің деп. Ол енді әлі сауаттанбаған адам қалай жұмыс жасап кетеді. Дегеннен кейін барып сол жаңа сауатын ашуға сондай үлкен жұмыстар жасалды. Жаңаөзендегінің бәрін көріп отырсың ғой, тіршілікті мысалы. Ол көп көмек болды мысалы. Кәсіпкерлер қазір өткенде президенттің алдында да айтып жатыр, жаңағы көп балалы адам қандай кәсіппен айналысып кеткен, естіген, кешегі Тоқаевтың бірінші келгенде алғысын айтып, берген көмегін бәрін айтты. Ал енді халықты бәріне де сөйтіп адам біріне бірі көмектесіп, бір-бірінің білмейтінін көрсетіп, жетілдірсе, бір адамның, менің ойымда әуелде болды. Бір адамның жасаған бір адам жасау керек. Кәсіпкер не істеу керек? Күнделікті жоспар құрып, одан бөлек те қандай әрекеттер жасау керек? Жұмыс тоқтамау үшін. Кәсіпкер енді олысын жаңағы экономика дейді ғой енді мысалы. Соның өзі үлкен өмірдің өзі экономика. Мысалы, бүгін менің мысалы гардеробымда 4 костюм қоюға мысалы жағдайым көтерсе алуым керек, көтермесе бір костюммен де жүре беруім керек. Неге сен ертеңгі күнімді ойлауым керек қой. Табысым қандай менің? Мен табысымды ойлауым керек тауып атқан. Ал ол табыс келу үшін не істеуім керек? Мысалы, денсаулығымды түзеп алуым керек, табыс табу үшін. Жаңағыдай есептеп, мынауым жарамайды бүгінгі технология, мынаны ауыстыруым керек деп, соны есебін шығарып, бәрін қарап отыру керек. Мысалы, қазір енді нерде көрпе, жастық, тағы бірдеңелерді мысалы үйде жасап отыр. Енді ол мысалы кейде менің кәсібіммен мына басқа бір кәсіптердің айырмашылығы бар. Менің кәсібім 24 сағат қимылдап тұрамын. 24 сағат. Менде демалыс жоқ. Менің жұмысымда, мұнайшылардың жұмысында 24 сағат. 24 сағат, мысалы 10 сағатын тұрып қалатын болсаң, үлкен шығынға ұшырайсың. Сондықтан оны тоқтатпау үшін мен барлық жағынан сай болуым керек. Аға, жалпы өзіңіз күнделікті мониторинг жүргізіп отырасыз ба? Енді онсыз болмайды ғой. Мен мысалы бүгін келіп, таңертең келіп, осы жердің жұмысымды не істеп жатқанын, қазір телефон бар, не бар, скайп дейтін бар. Ана бірдеңе деп сөйлей алмай шақырып алып, скайппен неғып отырсың деп, скайппен сөйлесем. Сен кеше ауырып отырсың ба? Давай демал, ауырып отырсаң. Онсыз болмайды, адам баласы ғой бәрі де, мысалы. Бір нәрсені сәл дегенде не жіберсең, босаңсытып жіберсең, ол болмайды. Бізде тәртіп керек. Бізде бірінші очередь адамның денсаулығы. Ана қауіпті жұмыс. Сондықтан оған барлық условияны жасап, жігіттерді күнде оқытып отыруымыз керек. Айналайын, мына жерге тұрма, мына жер қауіпті, мына жерге қолыңды салма, мына тұрбаның астында тұрма, бөлек жерде тұр, анау қара бәрін деп, күнде оқытып, күнде қадағалап отырады. Бұл адамның өміріне қауіпті жұмыстар. Сондықтан бізде ұйқы да жоқ кейде. Телефоным шыр ете түссе, адам аман болса екен деймін. Ол сіздер ойлайтын шығарсыңдар, ол мұнайшылар, бұларда проблем жоқ, жұмысы жүріп жатыр. Онсыз болмайды. Мен нервім, мысалы, 5 жыл болды ауырып құлағаныма. Сол қиын уақыттарда, мысалы, нервім шыдамай,
бір жағын жасамай қалды. Бірақ өмір сүргім келіп, талпынып, мен қазір жайлап сүйретіліп жүрмін. Тәртіп демекші аға, қызметкерлерге қандай талап қоясыз? Қызметкерлердің алдында біздің өзіміздің, олардың да бізге талабы бар, біздің де талабымыз бар. Мысалы біз еңбек шарты дейтін бар. Сол еңбек шартымен, еңбек шартында жазылады. Оны мен жұмыс беруім керек, мен айлығын уақытында, табысын уақытында беруім керек. Және условиясын, мына жаңағы енді қауіпсіздік жөніндегі барлық условиясын жасауым керек. Ішетін тамағына дейін, суына дейін, дәретханасына дейін бәрін ішіндегі жаңағы киімін кептіретін, холодильнигі, кондиционері түгел біздің мойнымызда. Соның бәрін жасатып, ona bir master başçısı, bir brigada 3-4 адам болса, мастерге міне айналайын, түгендеп, осыңды пайдалан, жігіттерге үйрет, жігіттердің жағдайын жаса. Біз сол шамамыз келгенше үйретіп бәріне жасатып жатырмыз. Бұдан бөлек басқа немен айналысасыз? Осы кезбе мекемесінен бөлек тағы да қосымша ретінде. Айналысатын уақытым қазір бүгінгі таңда бірінші денсаулығымды қараймын. Сол қай жерде қандай ем бар, соған бірінші. Онсыз сосын енді семьямда қазір енді балдарым ер жетті, немерелеріммен, солармен жаңағы барып давлением көтеріліп барса, солармен еркелетіп ойнаймын. Соның өзіне әдәуір Құдайдың бергені шүкір. Ал бұлай көпшіліктің ортасына бұлай жүретін жағдайым да жоқ. Сосын шындығымды айтсам, мен енді сол жұмысқа беріліп кеткен адам қиналып отырам. Мынау дастарханның басында тұрғанда, 1 сағат, 2 сағат мылжыңдап сөйлеп отыр. Bir 15 минутты тамағымды ішіп, ал рахметімізді айтып кетіп қалудың орнына уақытымыз босына кетті деп отырам. Адамға денсаулық, содан кейін ең қымбат уақыт. Адам ертең қартайып қалғанын да білмей қалады. Жаңағы өлең айтып, босына уақыт өткізу дейтін. Мысалы, ол кейбіреулер енді үйреніп кеткен шығар, енді уақыттары да бар шығар. Жаңа айттым ғой, той садақа дейтіндерді сонда азайту керек қой. Келет көмек сұрап. Енді мен работниктерім ғой, енді көмек дегенді мен кейде берем. Баласы ауырып қалады, жаңағыдай нетеді. Енді өзім қарыз алып отырып, оларға бұлай ақша бермеймін. Бірақ кредит алмайын алайын. Міне 200 мың ба, 300 мың ба айлығынан ұстаймын. Ай сайын бір алғанда 50 мыңнан ұстап тұрам. Кредит алма, шамаң жаса. Үй салам, бірдеңе жетпей жатыр дейді, оны да берем. Ал қазір профсоюз дейді, жаңағы кәсіподақ дейді, ондай ақша ешкім бермейді оларға. Жалпы қайырымдылықпен айналысасыз, иә, сонда аға? Қайырымдылықпен айналысасыз ғой жалпы өзіңіз? Қайырымдылықпен айналысам. Ауырған, жаңағыдай нелерден келеді. Сосын көбіне шамам келсе мектепке жасаймын. Балдардың жаңағы ішінде семьясында, несінде жаңағыдай әлеуметтік жағдайлары, соларға қамқорлық деп соларға жасаймын. Сосын мектепке көмектесем. Аға, негізгі бала кездегі арманыңыз кім болу еді сіздің? Осы бақытта әлде басқа ма? Менің бала кезім болған жоқ десем сенбейсің ғой. Осыдан кейінгі өмірде бала кез болған жоқ. Біз уақытымыз болған жоқ. Мектепке келеміз, сабалақ беретті, қой кетті түнеққа, қозы кетті, соңына бар деп қоя береді.
торсық дейтін болады. Соның ішіне көже. Көжені ашып кетсе, бір ешкі бар, соны сауып тұшты балың дейді. Ал оны балалар түсіне ме қазір? Олар түсінбейді. Біздің балалық өміріміз, содан кейін интернатта жаттым. Интернатта 7, 8, 9, 10, 11, 5 жыл интернатта өттім. Каникулда бір 2 ай ондар ауылда қозы бағам, қой бағам. Енді біз басқа жұмыс жасай алмаймыз ғой енді. Ал балалық шақ сол, телевизор жоқ. Енді кітап оқимыз, енді кітапты майшаммен кейде. Светтер жоқ ол уақытта. Майшаммен қайбір келістіріп оқисың. Қазіргі шүкір ғой жастарда бәрі бар. Сондықтан балалық шақ біздің қиын болды ғой. Қазір біз енді қуанамыз, балдарымыз шүкір Нені армандадыңыз аға өзіңіз? Кім болуды армандадыңыз сол кезде? Әлде мүлдем болған жоқ па арман өзіңіз? Арман енді мына елімізге мұнай ашылып неткесін, осы мұнайшы айналасында барлаушы болып, мына осы бүткіл өмірінің жартысы мұнайды аштым мен. Барлық жерде қатыстым мұнай ашуға. Барлаушы болғасын. Барлаушы дегенде жаңағы орысша айтқанда разведчик деймін ғой. Соны шошып кетеді. Сонда КГБ-да жасадың ба сен деп. Бұл біздің Совет үкіметінде понятие тек қана КГБ-да енді комитет безопасности қой, енді ол дұрыс қой енді ода. Сондай мамандық болды барлаушы деген. Ал біз мұнай саласын жердің астында мұнайды шығару үшін геолог разведчик дейтін болды. Сол қазақшаларды барлаушы деп жүр ғой. Өмірде енді адам баласы армандайды. Қатарымнан кем болмасам екен деп армандадым. Аға, сіз бір сөзіңізде айтып қалдыңыз. Бұрын кәсіпкерлерге оқу болған жоқ деп. Қазір мемлекет тарапынан жастарға қаншама көмек болып жатыр, иә? Осы тренингтердің пайдасы неде деп ойлайсыз? Қазір тренингтер көп қой жастардың арасында. Енді қазіргі бұрынғы менің атымдағы кәсіпкерлер мен қазіргі кәсіпкерлердің айырмашылығы бар. Қазіргі кәсіпкер отчет беру керек. Яғни есеп беру керек. Үкіметке. Сосын өзінің жасайтын жұмысының да есебін білу керек. Мысалы, мал бақтың ба, жемін, шөбін, бәрін. Ертең мысалы биыл 20-30 қоз алдым ба, соның енді есептеп, соның кәрісін сатып, жем, шөп алу дейтін ойлап отырады. Олар сауатсыз емес, бәрі біледі. Бірақ енді үкіметтік деңгейде олардан мысалы налог, тағы бірдеңелерге үйрету керек. Уақытында қағазын тапсыру керек. Кәсіпкерде мысалы қазір жеңілдік беріп жатыр 3 жылға мысалы. Бірақ енді соның налогі, нелердің бәрін уақытында қағазын тапсырып тұру керек, дұрыстап. Оған олардың сауаты кейбіреудің әлі білмейді. Компьютермен қазір көбі компьютерге ауысып кетті. Ол бухгалтер дейтінде бір үлкен жақсы специалист. Соның бәрін олар жасап отыру керек. Ал ол бухгалтер арайнесе оған ақша төлеу керек. Ал өзінің сауаты тағы жетпейді, сондай да сауатын ашып беріп отыр қазір мысалы. Аға, жоспарға тоқталсақ, жоспарыңыз қандай қазір қойып отқан, алға қойған? Қазір мысалы биылғы тапсырысты берді. Шүкір бәрі жұмыс. Біз тоқтаған жоқпыз. Бір күн тоқтатқан жоқ, сау болсын. Жылдың аяғында біздің де авиомыз, тапсырысымыз бітіп жатыр. 2020 жылында тапсырысы келді. Уже бір күн тоқтатқан жоқ, сау болсын. Жұмыс жасап кеттік. Бәрі жақсы. Енді жоспар дейтін жоспарым бар. Биыл қанша жаңартуымыз керек техникаларымызды, ескі техникаларымызды. Жаңа технология алып келіп, жігіттердің жұмысын кішкене сапасына мән беріп, соларды көбейттіруге, мысалы.
соларға өзімізше жаңағы жиналып, енді өзенде жаңағы көп өндірістің басшылары бар ғой, солармен ақылдасып, бәрін сол қазір қарап жатырмыз. Енді бюджетіміз енді ғана белгілі болды. Сол бойынша жайлап кетіп, ауыз күйіс қарап, болмаса кредитімізді оформить етіп тағы да қазірдің өзінде уже нетіп жатырмыз. Кредит оформить етіп жатырмыз. Ол енді өмірден қалуға болмайды, не болса да кредитпен күн көрсек те, амал бір кредиттен құтылатын да жағдайым жоқ сияқты. Әбден бір қалыпқа келгенше. Алтындай уақытыңызды бізге бөліп, бар білгеніңізбен бөлісіп, уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жүздескенше.